Remember we met, I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like... Саламатсыздар, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін әйелдерге арналған куртка тігеміз. Сіздермен бірге мен Ақмарал, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Міне, осындай арнайы куртка тігуге арналған осындай мата аластар, осындай стеганый мата және жаңбырға төзімді, су өтпейді былайша айтқанда. Осындай мата алдым. 2 метр аластар, ұзындығына байланысты мен 2 метр алдым және астарынан да 2 метр мата алдым. Енді осыны ликаланы қойып сызып, жан жағынан кем дегенде 3 сантиметр қалдырып қырқып аласыздар. Себебі бұл сырт киім. Оның ішіне астар тігіледі, ол да жоқа синтефонымен. Мынау матаның өзі де міне ішінде синтефонымен. Сол себептен кем дегенде кең боп тұрсын десеңіздер 5 сантиметр, 4-5 сантиметр қалдырасыздар. Ал егер сәл жабысып тұрсын десеңіздер 3 сантиметр қалдырасыздар. Міне матаны 2-ге бүктедім. Міне бүктелген жағы мынау артқы бөлік болады. Мынау алдыңғы бөлік. Дәл осыны қырқып аламыз сызып. Мен әзірше 4 сантиметрдей қалдырам. Сол үшін сәл кеңдеу болсын деп 4 сантиметрдей қалдырам. Мынау алдыңғы бөлік, мынау артқы бөлігі. Ұзындығын ұзын істейм. Бірде 20 сантиметр ұзын етіп қырқып алам. Міне осылай қойып қырқып алдым. Маған трапеция керек болғандықтан, осылай бір-біріне қарама-қарсы қойсаңыздар, етегі сәл кең болады, и трапеция болады. Енді жеңін, капюшонын, қалтасын қырқып аламыз. Бәрін қырқып алдық. Енді мынау алдыңғы бөлік, мынау артқы бөлік. Осыны мынау астарға, міне астарына тігеміз. Қырқып аламыз. Міне тоже синтефонымен астар. Дәл солай 2 қабаттап бүктеу алдым. Мынау артқы бөлігін осылай қойдым. Мынау алдыңғы бөлік. Жеңінде осылай қойып, капюшонды осылай қойып, тура осылай қырқып аламыз. Тек ұзындығына 2 сантиметр жеткізбейміз. Себебі астар астынан шығып кетуі мүмкін. Сол үшін 2 сантиметр жеткізбей ұзындықтарына қырқып аламыз. Басқа жерін бәрі дәл солай қырқып аламыз. Және де мынау алды подборд 5 сантиметр жеткізбей қырқып аламыз. Міне барлығын астарымен қырқып алдым. Міне қалтасына да капюшон, анау жеңі, алдыңғы артқы бөлік. Міне подбордына осыншама 5 сантиметр жетпейді. 5 немесе 7 сантиметр жетпей қырқасыздар. Ал енді тігеміз. Мынау 2 иығын қосамыз. Бір-біріне міне оң жағымен беттестіріп алдым. 2 иығын және мынау 2 шеттерін, міне қосып тігіп аламыз. 1,5 сантиметрдей тігіске қалдырып тігеміз. Міне 2 иығын қосып, 2 жанын қосып тіктік. Енді манекенге кигізіп, немесе өздеріңіз киіп, қалтаның орын белгілейміз. Накладной қалта болғандықтан осылай қалтаның орын белгілейміз. Осыған қазір қалтамызды тігеміз. Қалтамызды тігер алдында міне қалтамызды аламыз. Мынау подклад. Бір-біріне беттестіріп, бірінші жоғарғы жағын тігіп аламыз. Одан кейін барып, мынаны сәл 1 сантиметр ішке қарай. Міне тіккен кезде осындай болу керек. Ішке қарай кіріп тұру керек, себебі мынау подклады көрінбеу керек қалтаның. Және осылай айналдыра тігіп шығамыз. Мына жерінен бір жерінен
бір 5 сантиметр аударуға орын қалдырып айналдыра тігіп шығамыз. Екі қалтаны да осылай дайындап аламыз. Мына қалтамызды тіктік осындай 1 сантиметр. Жоғарынан осылай болып шықты. Енді 2 сантиметр тігіс жүргіземіз. Әдемі болып көріну үшін жерінен 2 немесе 3 сантиметр тігіс жүргізіп қалтамызды орнатамыз. Мына осылай тіктім. 2-3 сантиметр. Енді осыны орналастырамыз. Мына қалтаны орналастыратын кезде белгілеп алған жерімізден шеткі тігісінен 2-3 сантиметр жеткізбей орналастырамыз. Инемен қыстырып аламыз. Бір-біріне осылай беттестіріп алыңыздар алдыңғы бөлікті. Сол кезде сіздерде түзу шығады. Осылай қыстырып аламыз. Және арғы бетіне дәл осылай орналастырамыз. Аударамыз. Мына жерлерін бәрін қарап отырамыз. Мынау екеуі бір-біріне беттесті ме? Мынау шоқтары бір-біріне беттесті ме? Мына жердегі тігістері бір-біріне беттесу керек. Мынау жері бәрі бір-біріне тура келу керек. Сол кезде түзу шығады қалталарымыз. Екінші қалтамызды қоямыз. Былай. Білсеңіздер болады, басып-басып. Осылай орналастырып болғаннан кейін киіп көріңіздер. Қалтасы бір-біріне дұрыс келіп түзу болса, онда көктеп тігіп шығамыз. Мына жерінде көктеген кезде былай ішіне қайтарып жібересіздер, сол кезде білінбей кетеді. Екі тігіс түсірмейсіздер да, немесе қол тігісімен тігіп алыңыздар, оңайлау болады. И үстінен қазір былай 0,5 строчка жүргізіп тігіп шығамыз. Накладной қалта дегеніміз осы. Мына қалталарын тіктік, енді астарын бір-біріне қосып тігеміз. Осылай бір-біріне беттестіріп алып, иықтарын және екі жанын тігіп аламыз. Міне тіктім, енді бұны қосамыз. Міне курткаға осылай оң жақ пен оң жақты беттестіріп, бірінші мынау алдын қосып тігіп аламыз. Одан кейін жеңімен қосып тігеміз. Қазір мынау алдын қосып тігеміз осылай. Строчка жүргізіп. И мына жағын айналдырып алып келіп, екінші жағына қосып тігеміз. Бір-біріне беттестіріп. Одан кейін жеңін тігеміз. Осылай строчка жүргіземіз екі жағына. Міне бір-біріне қосып тіктім. Аударамыз. Мына жерін кейін закрепка жасауға болады. Ал қазір мына жері қазір замок болады. Замок тігеміз. Және мына жағы. Мына жеріне замок тігеміз.
осылай инемен немесе қолмен көктеп аламыз. Инемен қыстырып алсақ болады. Мына жерде бір 4 сантиметр. Осылай қыстырып аламыз. Енді жеңін тігеміз. Жеңін тігу үшін мынау 2 сантиметр қысқа. Осылай тігіп аламыз. Одан кейін бұлай аударып, жеңін етегін бір-біріне қостық қой. Енді аударып, ұзыннан строчка тігіп аламыз. Сонда оңай болады. Етегін тігіп алдық мұны, бір-біріне қосып. Ашып, ұзыннан бір-біріне осылай тігіп шығамыз. Міне осындай болып шығады жеңіміз. Аударамыз. Екеуін дәл осылай аударып аламыз. Мына жерінен 3 сантиметр ішіне осылай 3 сантиметр қалдырып, строчка жасап шығамыз. Строчка жасап, енді курткамызға қосамыз. Өлшейміз қолтығымызды жеңімен. Егер қолтығы осылай өлшеп көреміз. Әжептәуір үлкен екен, посадкаға бұл үлкен болып кетеді. Сол үшін 1-1,5 сантиметр қолтығын ғана ойып аламыз. Одан кейін мынаны тігеміз бір-біріне. Ине қыстырып, сырт жағаны, ішкі жағаны тігіп шығамыз. Жеңін осылай тіктім. Енді инемен осылай қосып алдым. Астыңғы жағын, үстіңгі жағын инемен қыстырып алдым. Енді осыны айналдыра тігіп шығамыз. Екі жағында дәл солай. Екінші жеңінде осылай тігіп шығамыз. Сосын барып подкладын тігеміз. Алдымен жеңінің сыртын тігіп аламыз. Мұны жеңін қосып тіктік. Енді астарын тігеміз. Астарын дәл солай бір-біріне беттестіріп аламыз. Тексереміз, ішіне бұралып кетпеу керек. Дәл солай инемен қыстырып, екі жағында дәл солай айналдыра тігіп шығамыз. Бір-біріне беттестіреміз. Жоғарғы жағы мен астыңғы жағын. И бұлай аударып тігеміз. Сол кезде оңай болады аударып тіккенде. Ішкі жағымды тігіп шықтым. Енді капюшонын тігеміз. Міне астары осындай болып шықты. Енді капюшонын тігеміз. Мынау шетін тігеміз. Міне капюшонын. Одан кейін бір-біріне қосамыз. Капюшонын тігіп алдым. Мына жағын мына жеріне бір 7 сантиметр полоска қостым. Қазір бұл тігілгенде осындай болады. Енді бір-біріне беттестіріп осылай тігіп шығамыз. Сосын аударамыз. Аударғанда осылай ішінде қалады. Міне осылай тігіп шығамыз. Міне капюшонымыз дайын. Енді осыны тігеміз. Бір-біріне қосып тігеміз. Ортасын тауып, ортасына инемен қыстырып алып,
және мынау подкладына қыстырып алып, осылай аударып, айналдырып тігіп шығамыз. Тіктім. Міне. Осындай болып шықты. Ішінен, мына жерінен закрепка жасау керек. Міндетті түрде. Бұлай аударасты, әйтпесе бұлай ашылып кете беретін болады. Міне, мына жерін міндетті түрде 2 см закрепка жасайсыздар, сол кезде мынау қатты болады да, и бүйтіп ашылмайды. Енді замогын тігеміз. Замокты алып, бірінші қолмен көктеп шығамыз. Одан кейін етегін қайтарып жабамыз. Міне замогын тіктім. Негізі замок мынау подбордпен сыртқы куртканың сыртының ортасына тігілу керек. Бірақ олай қиын болады біріншіден. Екіншіден, мына жерін қырыққандықтан мынау стёганканың мынандай жіптері тез сетінейді екен. Бір жыл кигеннен кейін мынаның бәрі сетінеп кетеді. Сол үшін мен осылай замокты сырт жағынан тіге салдым. Мына көктеген бәрін алып тастаймыз. Енді астыңғы жағын қайырып тігеміз. Түзулеп аламыз, осылай қойып. Мынандай артықтары болса, түзулейміз және 5 см қайырып тігеміз. Астына подклад 2 см жоғарғы жағынан қысқа болу керек. Әйтпесе мына подклад қайырған кезде сыртына шығып тұрады. Міне осындай 2 см қысқа болу керек. Мынаның бәрін қазір түзулеп аламыз. Одан кейін теріс қаратып, аударып тігеміз. 5 см қайырып тігеміз. Міне түзулеп қырқып алдым. Осылай 2 см жетпей тұр. Осылай жетпей тұру керек. Астын тікпес бұрын екі жеріне язычок тігеміз. Екі жанына, себебі белдік болады. Міне, мынау бізде 6 см ма? 6 см и ұзындығы примерно 18 см. Осын қазір екіге бөлеміз. Бірінші бұлай тігіп аламыз. Екі қайырып. Екіге бөліп, екі жанына тігіп қоямыз. Белдік өткізетін жері. Және мынау белдік 10 см. Осыны екі бүктеп, осылай тігіп шығам. 10 см қалдырып шығарып алу үшін дайындап қоям белдігімізді. Міне тіктік, енді бұны аударамыз. Мынау шетінен сөгіп, шетіндегі тігісін оңғаратамыз. Міне шетін ашып алдым. Енді аударамыз. Негізі мынау қолтықтарын, екі қолтықты закрепка жасау керек. Сол кезде мынау шығып кетпейді, прочный болады. Аударамыз да. Етек жағын сыртынан мынау жеңін тіккендей 4 см строчка жүргіземіз. Мені аударып оңғаратып алдым. Енді 4 см осылай қайырып үстінен строчка жүргізіп шығамын. Етегін набасына дейін 4 см үстінен строчка жүргізіп шығамын. Сол кезде мынау осылай шығып кетпейді.
әдемі аккуратный болып шығады. Міне үстінен строчка жасап шықтым. Осындай куртка шықты. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Сіздер де осылай тігіп көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.